Барша хабардар болсын. Желіде жедел хабарлама. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең шұғыл жаңалықтарды біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Балаларға ұлттық қордан қаражат есептеу мәселелері туралы заң қаралды. Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің кеңейтілген отырысында депутаттар балаларға ұлттық қордан қаржы есептеу, оларды төлеу және пайдалану мәселелеріне қатысты заңды талқылады деп хабарлайды Бақ.кз. Сенаторлардың айтуынша, заң мемлекет басшысының 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ұлттық қор балаларға жобасын іске қосу қажеттігі туралы тапсырмасын іске асыру мақсатында әзірленген болатын. Ол ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% балалардың арнайы жинақ шотына 18 жасқа толғанға дейін аударуды көздейді және оны мерзімінен бұрын алу құқы берілмейді. Видеоларымыз кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлемет болыңыздар.